Менің өріктен жасалған компотым бәріне ұнаған сияқты. Стористе барлығы рецепт сұрап жатыр, сол үшін рецепт түсірейін деп шештім. Өте қою, дәмді, керемет болып шығады. Ол үшін бізге қарапайым тек қана өрік керек. Өрікті жақсылап тұрып жуып, ішіндегі сүйектерінің бәрін алып тастаймыз. Осы азғантай өріктің өзінен қаншама сок шығады. Сізде блендер болмаса, мен сияқты өткізсеңіздер болады. Бұны жақсылап өткізетін болсаңыздар, өздеріңізге өте оңай болады. Міне осылай қою болып шығады. Осылай жақсылап тұрып дайындап болғаннан кейін осындай ситаның көмегімен тағы да өткізіп аламыз. Міне осылай өткізіп алу керек. Себебі ішкен кезде тамаққа біртүрлі болып тұрып қалады. Сыртындағы қабықтары, тамырлары барлығы ыңғайсыз болады. Бұлай уақытты көп алады десеңіздер, үстіне бірде-бір су құйып, кейін барып ситаның көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Міне үстіне осылай суды құйып, біраз уақыт қайнатасыздар. Бір қайнағаннан кейін бетіне осылай көбіктер шығады, бәрін алып тастаймыз. Шекерді әркім өзінің тәттісіне байланысты салады. Тағы да 15-20 минуттай қайнатып, банка, кришка барлығын парлап жауа берсеңіздер болады. Міне осындай болып шықты, жасап көріңіздер.